Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Бүгін біз осы видеода воздержаниенің қанша және қандай түрге бөлінетінін туралы айтамыз. Сонымен қатар срифтің пайдасы, вам не послышалось, яғни срифтің өзінің бір беретін пайдасы бар екен. Ал ондай болса кеттік. Бірінші түрі воздержаниенің ол грязный воздержание. Яғни адам бұл грязный воздержаниеде болған кезде ол қалай жүзеге асады? Ол адам әлбетте ол воздержаниеде болады. Ол яғни өзінің орган шығармайды, бірақ ол мынау көздермен порнография қарайды, мына көздермен және мынау ойлармен, мынау ойымен, миымен сол нәрсені елестетеді, яғни сол нәрсені дамытады ары қарай. Және мынау екі алақанымен мастурбация жасайды. Бірақ бұл жердегі айтатын мәселе ол өзінің ісін до конца соңына дейін аяқтамайды. Сол үшін ода фактически воздержание болып есептеледі, бірақ таза емес, түсінікті. Екінші воздержание ол чистое, яғни таза воздержание. Ондай кезде адам көзімен порнография қарамайды, миымен фантазировать етпейді, және мына екі қолмен өзінің жыныстық мүшесіне яғни қажетсіз тиіспейді. Осы каналдағы айтып жатқан мен воздержание моделі негізінде осы таза воздержаниеға келеді. Ал енді срифтің қандай пайдасы бар деген сұраққа жауап беретін болсақ, онда ол мынау. Срифтің пайдасы бар, ол мынау. Негізінде грязный, яғни лас воздержаниенің пайдасынан қарағанда зияндары көп. Әлбетте ол адам мүмкін энергиясы кішкене көбірек болатын шығар. Оның мүмкін жаңағындай настроениесі нормальный болатын шығар, бірақ оның мынау жыныстық жүйесі ол ана жақта енді авария болып жатады да, себебі сізде возбуждение болады, дұрыс па? Сіз жаңағындай порно көріп, соны жаңағындай қолмен массировать еткен кезде, сіз яғни қолмен массаж жасаған кезде өзіңіздің жыныстық мүшеңізді, сол кезде ода эрекция болады, сол кезде стояк. Бірақ ол істе соңына дейін аяқтамағаннан кейін ол организмге соққы болады. Және лучше бұндай лас воздержаниеден қарағанда бір рет срыв жасап, яғни істі аяқтап, соңына дейін жеткізіп, содан кейін бастап таза воздержаниеға с чистого листа кіру керек та. Осындай срывтың пайдасы бар. Келесі видеоларда Алла қаласа срывтан қалай дұрыс шығу керек екенін туралы айтамыз. Яғни қалай кризиске былай бой ұрып кетпей, яғни неге мен жаңағындай осы воздержаниемді құрттым, неге мен мастурбация жасадым, мен енді Құдайдың алдында күнәһар болдым ғой деген сияқты ойлардың көп болмау үшін, әлбетте ойлар болады, бірақ ондай ойлардың сондай бірақ ұзақ бір периодқа созылып кетпесі үшін не нәрсе істеу керек екенін алдағы уақытта айтатын боламын. Қуатты болыңдар.